Ұлттық тестлеу орталығы. Барлық тестленушілер ОБТ өткізудің белгіленген ережелерін білуі және сақтауы қажет. Тестлеу келесі кезеңдерді қамтиды: ғимаратқа кіру, тестлеуге дейінгі процедуралар және тестлеудің өзі. Тестлеуге кіргізудегі тексеріс кезінде қолмен және рамалық типтегі металл іздегіштер қолданылады. Тестлеу ғимаратына тыйым салынған заттарды алып кіруіне жол бермеу шеңберінде жүзеге асырылады. Тыйым салынатын заттар қатарына кез келген ұялы байланыс құралдары, планшеттер, ноутбуктер, мобильді маршрутизаторлар, смарт сағаттар, барлық түрдегі құлаққаптар, сымсыз камералар, навигаторлар, трекерлер, кез келген қашықтан басқару және ақпарат алмасу құрылғылары, кестелер, оқу-әдістемелік әдебиеттер, Менделеев кестесі және тұздардың ерігіштік кестесі, калькулятор жатады. Тыйым салынған заттар немесе бөгде тұлғалар анықталған жағдайда акт толтырылып, тестленуші ОБТ-ға жіберілмейді. Әрі қарай әрбір тестленуші жеке куәлік және Face ID жүйесі арқылы сәйкестендіріледі. 16 жасқа толмаған тұлғаларда білім беру ұйымының анықтамасы, сондай-ақ туу туралы куәлігі болуы керек. Тестлеуден бұрын тестлеу ережелерімен таныстыру өткізіледі. Тестленушілер орындарына отырғызу парағы бойынша тексеріліп, қол қою жүргізіледі. Тестлеу алдында әрбір тестленушіге есеп шығару және жазбалар үшін А4 форматының 3 парағы беріледі. Парақтар аудиториядан шығарылмайды және тестлеуден кейін талапкер барлық 3 парақты әкімшіге береді. Тестлеуді бастау үшін жасалатын әрекеттер: тестленуші компьютерде орнатылған алдыңғы камералар арқылы авторизациядан өтеді. Түрі анық көрінетіндей етіп камераға тікелей қарайды. Ережелер мен нұсқаулықтар жарияланған ОБТ тестлеу интерфейсін ашып танысады. Тестлеу тілін таңдайды. Бейінді пәндердің комбинациясын белгілейді. ОБТ-ны тапсыруға кіріседі. ОБТ ұзақтығы 4 сағатты құрайды. Ерекше білім беруді қажет ететін балаларға қосымша 40 минут қоса беріледі. Тестлеу кезінде талапкерлерге 3 үзіліс беріледі. Үзілістен кейін тестленушілер алдыңғы камералар арқылы авторизациядан өтіп, тестлеу жүйесіне қайта кіреді. Тестлеу барысында рұқсат етілмейтін әрекеттер: аудиториядан дәліз кезекшісінің функциясын атқаратын тестлеу администраторының рұқсатынсыз және алып жүруіңсіз шығу, сөйлесу, орын ауыстыру, тестлеу алдында немесе тестлеу кезінде шулау, тестлеуге пайдаланылатын техникаға қасақана зиян келтіру және тестлеу жүйесіне араласу әрекетіне жол берілмейді.